Салем достар, барлықтарыңызға. Мен бүгін сізге Түркияда қалай оқуға түсуге болады, соны түсіндіріп беремін. Бірінші Google'да ашамыз. Google'да ашқаннан кейін Түркия бурслары деп жазамыз. Сосын бірінші сайтты ашамыз, кіреміз. Сосын егер де қаласаңыз, осы жерден сайтты ағылшын тіліне ауыстыруға болады. Біз енді түркше жалғастыра берейікші. Başvuru giriş деген жерге басамыз. Сосын üye ol дейді. Üye ol дегеніміз мүшесі бол деген. Соған басамыз. Мына жерге есіміңізді жазасыз. Бұл точно дұрыс болу керек. Және де ағылшын әріптерімен болады. Менің есімім Новач, фамилиям Қаян. Егер де ұл бала болсаңыз, еркек, қыз бала болсаңыз, қадынды таңдайсыз. Сосын мына жерге туған күніңізді жазасыз. Мына жерге қай мемлекеттің азаматысыз, соны жазасыз. Қазақстан таңдаймыз. Сосын мына жерге e-posta. Сосын қайтадан e-posta адресіңізді жазасыз. Сосын парол жазасыз. Қайтадан жазасыз. Құпия сұрақ дейді. Мына жерге егер де паролыңызды ұмытып кетсеңіз, бұл құпия сұрақты сізге сұрайды. Сосын жауабын жазасыз. Дұрыс жазын, мүмкін керек болатын шығар. Doğrulama kod дегенге осы суреттегі әріптерді жазамыз. Сосын onaylıyorum дегенге басамыз, келісемін деген. Сосын кайдет, сақта. Сақта дегеннен кейін біздің мейлімізге, почта адресімізге бір хат келеді. Сол хатты ашамыз. Сосын мына жерде бір сілтеме бар. Көкпен тұр. Соған басамыз, кіреміз. Сосын біздің аккаунтымыз актив болады. Актив болғаннан кейін аккаунтымызға кіреміз. Kireyik. Kirdim. Енді мына жерде анкета бар. Егер де қаласаңыз, мына жерден ағылшынша немесе орыс тіліне ауыстыруға болады. Иншалла жақын арада қазақ тілде болады деп үміттенемін. Егер қаласаңыз, орыс тілінде толтыра аласыз. Бірақ егер де қазақша жазсаңыз, қазақша жалғастыра беріңіз. Орысша қоспаңыз. Орысша жазсаңыз, қазақша жазбаңыз. Ағылшынша жазсаңыз, тек қана ағылшынша жазыңыз. Түркше жазуға да болады. Түркше жазсаңыз да түркше жаза беріңіз. Бірақ екі тілді ешқашан араластырмайыңыз. Бұл демек сіз ешқандай бір тілді жақсы білмейсіз. Еркін сөйлей алмайсыз. Екі тілді ауыстыруға болмайды. Сосын мына жерге атыңызды жазасыз, тегіңіз жазасыз. Сосын ұл бала болсаңыз еркек, қыз бала болсаңыз қадын. Медени дұрым дейді. Егер бойдақ болсаңыз бекар, ажырасып кеткен болсаңыз бошанmış. Егер де үйленген, тұрмысқа шыққан болсаңыз evli. Evli'den басамыз, таңдаймыз. Сосын мына жерге туған күніңізді кіресіз, жазасыз. Сосын туған ел дейді. Туған еле Қазақстанды жазамыз. Егер басқа болса басқа жазамыз. Сосын туған қала дейді. Туған қалаңызды жазасыз. Мен мысал ретінде жазып отырмын. Сосын мына жерге егер де жеке куәлігіңіз болса, жеке куәлігіңіз, егер де болмаса паспортыңызды кіресіз. Енді мен мысал ретінде жазып отырмын. Сосын мына жерге жеке куәлігіңізді сканерлен түсіріп PDF форматында бірінші бетini және ikinci бетini бір документте жүктейсіз. Сосын отбасыңыз туралы жазасыз. Мына жерге мамаңыздың есіміңізді жазасыз. Anne adı yazasız. Ananız trima дейді. Ananız tiri болса evet. Егер де қайтыс болса hayır таңдайсыз. Егер анаңыз бір жұмыс істеп жатса, мынаны басасыз. Егер де жұмыс істемесе баспайсыз. Анаңыз қайда жұмыс істеп жатыр, соны жазасыз. Мысалы, мектепте болса okul жазайын мен. Мысалы, менің анам сонда не болады? Мысал ретінде okul жаздық. Енді okul жазғанда öğretmen, yani muallim болады. Pozisyon дейді. Pozisyon bilmeyeyim. Soğan қатты керек емес. Babanızın adı, yani akenizin есімін сұрап отыр. Babanızın, akenizin есімін жазасыз. Babanız tırma дейді. Tırı болса tır, evet. Қайтыс болса hayır. Babanız bir жұмыс істеп жатса, басасыз. Қайда жұмыс істеп, соны жазасыз. Babanızın мамандығы таңдайсыз. Мысалы, dariyer таңдадым мен. Егер де енеңіз, бауырыңыз, сіңліңіз болса, мынаны жазасыз. Санını жазасыз. Мысалы, 2.
2. Sizin otbasınızda üyünüzde bir ayda qancha dolar kiredi? Sonu tanlaysiz. Misal retinde osunu tanladım. Sosun sizden байланыс туралы so'rab qo'yib o'tir. Ülke deydi. Ülke degenimiz memleket. Kazakistan. Endi adresimizde kiremiz bana. Қалаңыз. Qayda turasiz? Sonu жазасыз. Қалаңыздың почта kodu болады ғой. Sonu kiresiz жазасыз. Buna жерге үй telefon nömerinizi жазасыз. Егер de болмаса, özünüzün uyalı telefonunuz var ғой қалтаңызда. Sonu жазасыз. Misal retinde жазып отырмын. Sosun cadde sokak deydi. Buna sizde köşenizin atını жазасыз, yani adresinizi жазасыз. Binano degenimiz bарлық үйлердің nömerleri болады. Көп қабатты үйлердің, жер үйлердің, соны жазасыз. Buna есік deydi. Есік degenimiz мысалы көп қабатты үйлерде 3-ші қабаттағы 4-ші есік. Misal ретінде айтып отырмын. Sosun osu adreste qancha жылдан beri немесе qancha aydan beri otursiz, tursiz. Sonra buna жерге жазасыз. Misal ретінде men 20 жылдан beri turman, tuğandan beri. Misal. Sosun ay bolsa ay, jıl bolsa jıl. Tandaysiz. Sosun buna жерге Facebook adresiniz бар bolsa жазасыз. LinkedIn, Twitter, Google Plus, Skype. Sosun misal buna жерге Instagram болады. Diğer deydi. Başka var mı deydi. So'rab o'tir. Sosun eğitim bilgisi deydi. Eğitim bilgisinde endi muqiyat tыңдаңыз. Bu öte manızdı. Өйткені барлық студенттерге басқаша. Мектеп оқушылары осы жерге 9-ші сыныптың аттестациясына кіріп енгізеді. Және ГРА бағасын есептеп шығарып жазады. ГРА балды қалай шығару керек? Интернеттен қарайсыздар. Мына жерде not түрі дейді. Not түріне 5'te таңдайсыз. 5'te таңдағанда өйткені Қазақстанда мектептер бағалау жүйесі 5. Ондалыққа сол граны жазасыз. Мысалы, средний балыңыз 5'ten 4.437 шықса, notқа 4 және not ондалыққа 37 деп жазасыз. Осыған мектеп оқушылары 11-ші сыныптың дипломы или әлі күнге дейін мектеп бітірмесеңіз 11-ші сыныптың 1 немесе 2 90'дағы табелді енгізеді. Табелдегі бағаларға қарап средний балды есептеп жазасыз. Енді колледж студенттеріне lise bilgisine 9. sınıf, yani lise bilgisi 9. sınıf attestasını orta okuğa kolejдің diplomu. Bile kolejge okup жатқан болсаңыз, соңғы курстың 1-ші семестрін транскриптін енгізесіз. Ол жерде 1-ші семестрдегі қандай пәндер өтілді, қандай бағалар алды. Транскриптте міндетті түрде печат мен қол болу керек. Енді üniversite okup жатқандарда lise bilgisini açasız. 11. sınıftın diplomu и ortaokulun vuzdun diplomu. Vuzdu bitirmeyen bolsa transkript İngilizce'de. Diplom attestasını PDF formatında yükleysizler. Diplom attestasının толық нұсқасы сканерленіп bir dokumentler bolu gerek. Sosun til bilgisi. Ana dilinizi tandaysiz. Mesela Kazak dili. Diğer dil bilgisi mesela Rus dilini bilseniz жазасыз. Mesela başka bir dil olsa İngilizce, Ағылшынша. Егер де бұл тілді білгеніңізге bir дәлеліңіз болса, сертификат бар дейсіз. Қандай емтиханға кірдіңіз, қандай балл жинадыңыз, соны басасыз. Болмаса, мысалы başlangıç degenimiz yani A1, A2 dengeyi, orta degenimiz B1, ileri degenimiz de S1 болады. Егер де bir жерде жұмыс істесеңіз, мына жерге жазасыз. CV degenimiz var. CV'niz болса, мына жерге жүктейсіз. Мысалы, осы жерде
siz okup жатқан мектебinizde qanday aktivitelerge katыстınız, aktivist boldunuz ba? Sol turalı жазасыз. Qanday мысалы ne uttunuz, qanday жарыстарға katыстınız, соны жазасыз. Мысалы stipendiyada utup alsanız соны жазасыз. Burunda Türkiye'de boldunuz ba деген сұрақ бар. Eğer Türkiye'de bolsanız, мысалы қазір Türkiye'dasız ba, немесе Türkiye'de boldunuz ba? Ya boldum deseniz, Türkiye'de niye boldunuz? Turistik ba, жұмыс ba, мысалы konferans, forum boldu ma, oku үшін ba, немесе resmi ziyaret deydi, ikametgah, yani oturuğu turalı. Odan burunda Türkiye'den bir stipendiya aldınız mı deydi. Alsanız ya, almasanız hayır. Türkiye'ni kaydan естідіңіз deydi. Dос, internet сайт, басқа forum, ғылыми түрде forum deydi. Әлеуметтік желі, üniversitede, reklamlarda, Türkiye bursları internet saytı deydi. Türkiye burslarından burunda paydalangan және stipendiya utup atқан, grantқа түскен досыңыз, tanısыңыз, жақын адамыңыз бар ма дейді. Бар болса, соны жазасыңыз. Есімін, фамилиясын, yakınlık derecesi. Ana mı, dosunuz ba, tuğsunuz ba. Енді, осыны толтырғаннан кейін, осыны толтырып болған соң, yanvar-fevral ayında anketa'nın ikinci bölümü açıldı. Oğan motivasyalık және rekomendasiyalık hat ingizip, ünivermen mамандықты таңдап, бет-бет сөйлесуді өтетін қаланы таңдайсыз. Мысалы Алматы, Нұр-Сұлтан. Осыларды жасап болған соң, заявканы жібереді. Сосын бірінші турдың жауабы көктемде май айының sonuna қарай шығады. Осы бірінші турдан өткендерді бет-бет сөйлесуге шақырады. Yani poçtaga hat жібереді. Осыны системаға жүктеп, барлық документпен барасыз. Bir және ikinci turun cevabı kaçan шығатынын сайтта айтылады. Қыста анкетаның ikinci turu kaçan açılады, ол да қыс жақындағанда сайтта жарияланып отырады. Сайтқа күнде кіру керек, өйткені әр жылы бірдей күнде бола бермейді. Өзгешеліктер енгізілуі de мүмкін. VK'da Türkiye bursları деген gruppalar var. Soğan жазылымдар. Сол жерде Türkiye bursları туралы барлық ақпараттар бар. Мен өзім Türkiye burslarında жұмыс істеген жоқпын. Тек қана қазақ достарымға көмектесу үшін осы видеоны түсірдім. Ешқандай жауапкершілігім жоқ. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Жақсы болыңыз, сау болыңыз. Рахмет. Түсінбегеніңіз болса, маған комментарий қалдырып, пікір қалдырып, сұра беріңіз, бола береді.